Сенан әкемді ұстап алды, оны құтқарыңдар дейді. Мелтем Пойразға хабарласқанымен ол тұтқаны көтермейді. Олар тұрған жаққа барғанымен ол жерде ешкім жоқ, ешкімді таппайды. Пойразды әкеліп Әділ Топалдың қолына береді. Ихсан Пойразды әкелген адамды атып өлтіріп тастайды. Сен менің айтқандарымды тыңдамадың дейді. Айшөгүлді әкелуің керек еді. Оның ішіндегі баладан құтылуымыз керек еді дейді. Айшөгүлге тиісуші болма. Мен керек болсам міне алдыңда тұрмын. Мені ақ өлтіре сал. Қолы байлаулы Пойразды Ихсан тепкілеп ұра бастайды. Ал Әділ Топал болса рахаттанып қарап отырады. Мелтем Сенанды үйіне әкеледі. Белгімге тапсырып кетеді. Сенан әкем қайда деген кезде әкең қылмыскерлердің ізінен қуып жүр деп айтады Мелтем. Пойразды әбден ұрып тастайды. Оның қолын байлап оны асып қояды. Әділ Топал Айшөгүлге хабарласады және Пойразды қалай ұрып жатқанын, оның қалай қиналып жатқанын Айшөгүлге көрсетеді. Айшөгүлге видеоқоңырау арқылы Пойразды қалай ұрып жатқанын, ол қалай қиналып жатқанын көрсетеді және әділ айтады, келіп Пойразды құтқарып ал дейді. Ал Пойраз болса Айшөгүл келме деп айқайлап жатыр. Айшөгүл Пойраздың қиналып жатқанын көріп жылап қалады. Үйдегілер не болды деген кезде ішім қатты ауырып тұр, ауруханаға баруым керек деп өтірік айтады. Айшөгүл ауруханада жүрген кезде бәрін алдап қашып кетеді. Әділ Топалдың айтқан жеріне Пойразды құтқару үшін келеді. Әділ Топал Айшөгүлге Пойразды құтқарам десең ондағы ішіңдегі балаңнан айырыласың деп айтқан еді. Айшөгүл Пойразды өте қатты жақсы көретін, ол үшін бәріне дайын еді. Бүгін де баласынан бас тартып Пойразды құтқаруға келді. Айшөгүлді жатқызып қояды. Дәрігер баланы түсіру үшін амалдарды жасайды. Пойраз аяқ-қолы байлаулы болып, еш нәрсеге көмектесе алмайды. Ол жоқ деп айқайлаумен ғана болады. Айшөгүлдің баласынан құтылу үшін оған жасанды түсік жасатады. Барлығы біткен соң Айшөгүлді де Пойразды да жібере салады. Пойраз әрең басып Айшөгүлдің қасына келеді. Айшөгүл үндемей жата береді. Пойраз оны құшақтап кешір деумен болады. Бахри балаларымен келген кезде барлығы тым кеш еді. Алдарынан Айшөгүлді көтеріп келе жатқан Пойраз шығады. Залым Әділ Топал әлі дүниеге келмеген сәбидің көзін құртты.